Баршаңызға сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен жемістерден салат дайындаймын. Балалардың сүйікті салаты және өте пайдалы. Ол үшін мен осындай жемістер алдым. Яғни банан, киви, анар алдым, алмұрт алдым және алма алдым. Киви мен банан тазалап қойдым. Енді қазір кивиді тураймын. Барлығын төрт бұрышты етіп тураймын. Бірақ өз қалауларыңыз бойынша турай берсеңіздер болады. Бұл салатқа өз қалауыңыз бойынша өздеріңізге ұнайтын жемістерді қоссаңыздар болады. Мен енді бұл салатқа балаларыма ұнайтын, балаларым жейтін жемістерді қосып жатырмын. Ыдысқа саламын тұрғаннан кейін. Жемістердің қабығында алуға болады. Егер балаларыңыз кішкентай болса, мен енді балаларым кішкене өскен, үлкен, сондықтан қабығымен барлық жемістерді тураймын. Бір күнге барып келдім. Өте пайдалы жемістерді алдым. Алмұртты да төрт бұрышты етіп тураймын. Қазір етіп келдік. Гүлімізді алдық. Сіздер өздеріңіз мамаларыңызға бардыңыздар ма? Қандай сыйлық сыйлап отырсыздар? Анаға көңіл бөлген дұрыс дейді. Барлығы алмұртты турадым. Қажетті алмұртты турадым. Енді ыдысқа саламын. Аналарымыз аман болсын. Енді бір алма қосамын. Балдарға ертек айтып беретін әжелеріміз. Мен бұл салатқа барлығын бір-бірден қосып жатырмын. Тек кивиді ғана 2 дана қостым. Алманың керек емес жерлерін алып тастайсыздар.
Сіздерге өзім қолданып жүрген видеода көрсетіліп тұрған тақтайды кеңес бергім келеді. Сілтемесін осы видеоның астына қалдырамын, кіріп тапсырыс берсеңіздер болады. Осы тақтайды алғаныма өте қуанамын, себебі ағаш тақтайлар сияқты сызылып кетпейді, өте ыңғайлы және әдемі. Алманы турадым, енді ыдысқа саламын. Ыдысыма барлығы көп болып кетті жемістер, сондықтан үлкендеу ыдысқа салдым. Енді йогурт саламыз. Кез келген йогуртты қосуға болады, немесе йогурт қоспасаңыздар да болады. Мен балаларым йогуртпен жақсы көреді. Йогурт қосып, жақсылап араластырамын. Салат дайын, кішірек ыдысқа салып, балаларыңызға берсеңіздер болады. Дайын салаттың үстіне гранатаның дәндерін септім. Баршаңызға ас болсын, балаларыңызға жасап көріңіздер.